Ассалаумағалейкум, құрметті тыңдаушылар. Бүгін біздің тақырыбымыз қай жастан бастап жыныстық қатынасқа түсуге болады. Қазақстан Республикасындағы жыныстық келісімінің жасы 16 жас. Бұл Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 122 бабында көрсетілген. 16 жасқа толмаған адаммен жыныстық қатынаста болу немесе жыныстық сипаттағы басқа әрекеттер. Заңнаманы зерделей отырып, егер 15 жасар қызы жүкті болып қалды делік. Қыз құқыққа қарсы әрекет еткен делікті адамнан плюс 16 жаста жүкті болса, онда ер адам қылмыстық кодексінің 122 бабы бойынша сотталатын болады деген қорытынды жасауға болады. Қылмыстық іс жүргізу кодексінің 32 бабына сәйкес, бұл қылмыстық іс жария айыптау болып саналады. Бұл істер бойынша қылмыстық қудалау жәбірленушілердің шағымына қарамастан жүзеге асырылады. Қазақстан Республикасы жоғарғы сотының 2007 жылғы зорлау мен басқа да зорлық-зомбылыққа байланысты қылмыстардың жекелеген квалификациялары туралы нормативтік қаулысына 2 абзац 5 тармағында кәмелетке толмаған адамды зорлау немесе сол жастағы басқа адамдар үшін жауапкершілік туралы айтылған. Яғни айыпталушы сексуалдық зорлық-зомбылық жасанға дейін жәбірленушінің жасы туралы білсе, онда жауапқа тартылады. Жәбірленушінің сырт келбейтінін дене дамуы мен олардың нақты жасының арасындағы сәйкессіздік басқа мәліметтермен бірге қарастырылу қажет. Бұл айыпталушының жәбірленушінің нақты жасы туралы білетіндігін көрсетеді. Адамның жас ерекшеліктері туралы баяндағым келіп отыр. Заң шығарушы жалпы адамды кәмелетке толмағандар, жас өспірімдер және ересектер деп бөледі. Оның түбі неде? Педофилия, сонымен қатар заңды некеге тұру үшін қандай жағдайда неке жасын қысқартуға болатындығын, қай жаста қылмыстық және әкімшілік жауапкершіліге тартылатыны туралы да айтуға болады. Қысқаша айтқанда, адам дүниеге келген сәттен ақ өзінің іс-әрекеттерінің әлеуметтік мәнін түсіне алады. Жеке адамның әлеуметтік құндылығы туралы идеяларды қалыптастыру бір шама уақытты алады. Денсаулыққа және мүлікке зиян келтірмеу туралы қандай да бір ой әлде қайда жас кезінде пайда 5-6 жас болса, басқалары кейінірек пайда болады, мысалы жыныстық қатынастармен байланысты. Оған кәмелетке толмаған баланың сенгіштік, қозғыштық, тәуелділік, батылдыққа бейімділік, көшбасшылық, қиялдау, тағы басқа сияқты жеке қасиеттері ықпал етеді. Ол Қазақстан Республикасы жоғарғы сотының 2002 жылғы нормативтік қаулысы бойынша кәмелетке толмағандардың қылмыстық әрекеттері және олардың қылмыстық құқық бұзушылықтар мен басқа да қоғамға қарсы әрекеттерге қатысу туралы сот практикасы туралы. Сондықтан заң шығарушы адамдарды жас санаттары бойынша кәмелетке толмағандарға 14 жасқа дейін, жас өспірімдерге 14-18 және ересектерге 18 жастан асқан бөледі. Мұндай бөлу ең алдымен адамның жасына сәйкес келісімдердің құқықтық өкілеттіктерінің көлемін анықтай отырып, Қазақстан Республикасының азаматтық кодексін бекітеді. Мәселен, кәмелетке толмағандар өз жасына сәйкес келетін ұсақ тұрмыстық мәмілелерді өз бетінше жасауға құқылы. Ал басқа мәмілелерді олардың атынан заңды өкілдер жасайды. Қазақстан Республикасы азаматтық кодексінің 23 бабы. 14 жастан 18 жасқа дейінгі жас өспірімдердің өз табыстарын, шәкірт ақыларын өз бетінше басқаруға, сондай-ақ ұсақ тұрмыстық мәмілелердің заңды өкілдерінің келісімімен жасауға құқықтары бар.